Жетінші сабақ. Су не үшін керек? Айнаш. Сәлем, Баян. Баян. Сәлем, Айнаш. Айнаш. Су не үшін керек? Баян. Су ішу, жуыну және тазалық сақтау үшін керек. Айнаш. Адамдар суды қайда қолданады? Баян. Адамдар суды ішеді, жуынады, тамақ пісіреді, өсімдік суғарады. Алан, өзенде жүзіп жүрген балалар көп екен. Я, Дана, шомылу денсаулыққа пайдалы. Себебі адамның өміріне су аса қажет. Неге? Адам ағзасының 86% судан тұрады. Адам қимылдағанда бойындағы су азаяды. Сондықтан адам уақытылы су ішіп тұру қажет. Су туралы толық ақпаратты Зияттан сұрайық. Жақсы. Зият, бізге судың пайдасы туралы айтып берші. Әрине, судың денеге пайдалары. Су дене температурасын тұрақтандырады. Ағзаға оттегі тасымалдайды. Ағзаға дәрумендер және минералдарды таратады. Ағзаны сауықтырады. Ағзада су азайса, не болады? Егер ағзада су азайса, онда адам ауырады. Зиятты тыңдайық. Су жетіспеген кезде келесі жағдайлар болуы мүмкін. Адамның басы ауырады, бас айналады, тез шаршайды, асқа тәбеті болмайды. Су денсаулыққа өте қажет екен. Иә, тауға шыққанда, ыстық күні және тұмауратып ауырғанда суды көп ішу керек. Дана, сен таңертең беті қолыңды жуасың ғой? Әрине, тісімді де тазалаймын. Су жеке гигиенаны сақтауға көмектеседі. Су тазалық пен денсаулық көзі.